Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 399-шы есепті шығарамыз. Бұл жерде теңдеуді графиктік тәсілмен шешу қажет. Ол үшін бірінші y тең y функцияны тауып алайық. 2 азайту 0,5x болады. Мына жерде 5y тең а жақ өткіземіз. 5y қалдырып, сонда 2x плюс 10 болады. Енді мына жерде y тең 2 минус 0,5x болсын. Мына жерде y тең 5-ке бөлейік. 2 бөлінген 5x плюс 10-ды 5-ке бөлсек 2 болады. 5-тен 2x плюс 2, яғни 2-ні 2-ке бөлсек 1 болады. 10-ды 2-ке бөлсек, 5-ке бөлсек, осы екі функцияның графигін салып, қиылысу нүктесін тапсақ, онда бізде есептің шешімін табамыз. Енді бұл жерде әрқашан нақты шешім табу үшін алдыңғы сабақта түсіндіріп айтқанмын. Яғни мына теңдеулер жүйесіне x-ті тауып аламыз. X-ке мән береді. Қандай мән беретінін білмейміз ғой, сондықтан мына жерден менің өзімнің ойымша осы жерден x тауып алсақ, онда бізде қиылысу нүктесін нақты тауып аламыз. Яғни кез келгенде мәнді беріп, қандай болады, қиылысу нүктесі қандай болады деп ойланып отырғаннан, мына жерден не істейміз? Осы жерден x тауып алайық. Так. Енді мынаны 4-ке көбейте салайық. Бірінші функцияны 4-ке көбейтсек, 0,5 4-ке көбейтсек 2x болады, плюс 4y болады, плюс тең 4-ке көбейтсек 8 болады. Минус 2x болады, плюс 5y болады, тең 10 болады. Мына екеуін қоссақ жойылады, 9y болады. Мына жерден қоссақ 9y тең екеуін қоссақ 18 болады. Y тең 18 9-ға бөлсек 2 болады. Енді бұл жерде y табылып кетті. Енді x таба салу оңай. Мына жерге қалайсақ? Мына жерден 2x тең 8 азайту 4y дейік. X тең 2-ке бөлсек 4, 2-ке бөлсек 2y. X тең 4 азайту 2y деп салсақ болады. Сонда y-тің орнына 2-ні қоямыз. Сонда 4 азайту 2 көбейту 2 бізде 0. Демек, x-тің орнына міндетті түрде 0-ді қою керек. Сол кезде не істейміз? Y тең 2 азайту 0,5x деген функцияның графигіне мына жерге ортасына 0-ді қоя салайық. Міндетті түрде минус 1 плюс 1 дей салайық. Кез келген мәнді қоя бермей, сонда біз бастапқы 0-ді қоюды біліп алдық. Болды, қалғаны маңызды емес. Мына жерде де солай. Y тең 5-тен 2x плюс 2 дейміз. Мына жерде x, мына жерде y десек, мына жерге міндетті түрде 0-ді қоя салайық. Себебі біз x тауып қойдық. Болды. Мына жерге минус 1 плюс 1-ді қоя салсақ, біз қиылысу нүктесін табу оңай болады. Так, енді табайық. Минус 1 болғанда плюс 0,5 болады да, мұна 2,5 болады. 0 болғанда 2 болады, 1 болғанда 2-ден 0,5 тасақ 1,5 болады. 0,5 алады, 2 болады. Не жерге минус 1-ді қойсақ 2 бөлінген 5 болады. Ол 2 бөлінген бізде 0,4 болады. Так, минус 0,4 болады. 2-ден 0,4-ті алсақ, онда бізде 1,6 болады. 0 болса 2 болады, 1 болса, так, 2,4 болады. Так, сонда бізде екі функцияның графигінен де 0,2 шықты. Мына жерден де 0,2 шықты. Демек, біз осы жерден жауапты айта салсақ болады, бірақ біз есептің шарты бойынша функцияның графигін салып, сол жерден көрсету. Енді
x минус 1 болғанда 2,5 минус 1 болғанда 2 2,5 мына жер болады. 2 болса мына жер болады. 0 болғанда 2 мына жер болады. 1 болғанда 1,5 мына жер болады. Сонда 1 болғанда. Сонда мынау бізде мынандай функцияның графигі пайда болады. Y тең 2 азайту 0,5x деген. Енді мынаны белгілейміз. Минус 1 болғанда 1,6, минус 1 болғанда 1,6. Шамал жоғары үш жер болады. 0 болғанда 2 мына жер болады. 1 болғанда 2,4. Осыны шамал асады мына жер болады. Сонда осыны не істейміз, қосамыз. Жүргіземіз осы нүктелер арқылы. Былай тұрып жүргізсек, Y тең 5-тен 2x плюс 2. Функцияның графигі. Енді қиылысу нүктесі бізде А 0-де 2 болады. Яғни мынау x, мынау y деген сөз. Сонда есептің жауабы А 0-де 2. Болды. Енді оған сенбесеңдер, мына теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешіп көріңдер. Жауабы x-іңіз 0 болады, y-іңіз 2 болады. Уже таблицадан да көріп тұрмын. 0,2, 0,2. Демек екеуінде де бар, екеуінің қиылысу нүктесі бар. Бұл біріншісі. Енді екіншісін шығарамыз. 3x азайту 4y тең минус 4. 3x азайту 4y тең 7. Енді бұл жерде біз функцияның графигін салмай тұрып, біз мынандай ережені білетін тұғымыз. Егер y тең k1x плюс b болсын, y тең k2x плюс b болсын, яғни y2, мына y. Осында екі функция беріліп, k1 мен k2 тең болса, онда ол бізде параллель функция болады. Яғни мына екеуі бізде қазір k1 мен k2 тең болыпты. Сондықтан бұл параллель. Бұл қиылыспайды. Сондықтан бұның жауабы жоқ. Функцияның графигін салудың да қажет жоқ. Өйткені мына екеуі параллель екен. Параллель қиылыспайды. Қиылыспаса бұл есептің жауабы болмайды. Мына жерден де көре салуға болады. Мысалы, мына минус 1-ге көбейтейік. Теңдеулер жүйесі минус 3x плюс 4y тең 4y. 3x минус 4y тең 7. Мынамен мынау жойылады. 0 тең 11 болып қалады. 11-ге тең емес, демек бұл жерде жауап жоқ деген сөз. Мына екеуі параллель болып тұр. Егер сенбесеңдер, мына функцияның графигін бөлек, мына функцияның графигін бөлек салып көріңдер, екеуі параллель. Сондықтан оның жауапты жазудың қажеті жоқ. Үшінші бізде 4x минус 3y тең 0, 3x плюс 2y тең 17. Болды. Енді осы есепті шығарайық. Мынаны 2-ге көбейтейік, мынаны 3-ге көбейтейік. Неге? Себеп біз x-ті тауып алайық. Так, 8x минус 6y тең 0, 9x плюс 6y тең 17-ке өсек 51. Мынау жойылады. 9-ға 8 қоссақ 17 болады. 17x тең 51, x тең 3. Яғни біз таблицаға қоятын мәнді тауып алдық. X-ке міндетті түрде не қою керек? 3-ті қою керек. Егер x-ке 3-ті қоймасақ, онда қиылысу нүктесін табу бізге қиындау түседі. Бұл енді функцияның графиктерін саламыз. Функцияның графиктерін салу үшін бірінші тауып алу керек. Бірінші функцияда 3y-ті теңдіктің оң жағына жіберейік, сонда 4x болады. Y тең 4 бөлінген 3x. Бұл бірінші функция. Екінші функция 2y-ті орында қалдырайық та, мына теңдіктің сол жағына жіберейік. 3. Мына 17, мына орында қалып, мына ар жаққа жүрміз. 17 азайту 3x болады. Y тең 17 бөлінген 2 азайту 3 бөлінген 2x. Осы екі функцияның графигін салсақ,
онда бізде екеуінің қиылысу нүктесі жауап болады. Ол үшін міндетті түрде x тең 3 деген таблицаны беру қажет. Екеуін теңестіріп x тауып алып. Енді кеттік. X және y деп қояйық. -1, 3, 4 деп қоя салайық. 3 міндетті түрде берілу керек. Себебі 3 болмаса қиылысу нүктесін табу қиын болады. -1-ді қойсақ, мына -1-ді мына жерге қойсақ, -4 бөлінген 3 болады. 3-ті қойсақ 4 болады. 4-ті қойсақ 16 бөлінген 3 болады. Енді мына жуық шамамен бірден жазып кете салайық. Қазір не салған кезде 1,3 деген сөз жуық шамамен. Мына 16 бөлінген 3 деген сөз 5,1 не болады, өйткені 3-ті 5-ке өтсем 5,3 болады. Бірден тауып кете берейік. Енді мына жерде мынадан x пен y-ге мән берейік. Олында -1, 3, 4 деп қояйық. Неге? Себебі 3 міндет түрде бізде болу қажет. Енді 3-ті берсек, 3 бөлінген 2x бар. Енді мына жерге -1-ді берейік. -1-ді берсек, плюс 2-ден 3 болады. Y-тен 17 бөлінген 2 плюс 2 бөлінген 3 дейді. 2 ортақ бөлім 20, 10 болады екен. Так, 3-ті берсем, Y-тен 17 бөлінген 2 азайту 3 көбейту 3 бөлінген 2 болады. 2, 17-тен 9-ды алсаң 8 болады. 8 2 бөлсең 4 болады. 4 болады екен. 4 болады. Енді 4-ті берсек, Y-тен 2-ден 17 минус 3-ті 4-ке бөлсек 12 бөлінген 2. 2, 17-тен 12-ні алсаң 5, сонда мына жеріміз 5 болады екен. Таптық. Енді графигін салайық. Так. Бірінші мынаны белгілейік. -1 болғанда -1,3 дейді. -1 болғанда -1,3 шошамен өшер болады. 3 болғанда 4 дейді. Так, 3 болғанда 4. Мына жақ болып кетеді екен. 4 болғанда 5,3 жоғары жақ. Мен есеп шығарған жеріме кетіп қалды ғой. -1 болғанда. Мынау бізде бірінші функцияның графигі. Y-тен 4 бөлінген 3x деген функцияның графигі. Яғни 2 болғанда 3 болғанда 4 деген мына бізде жауап болады. Өйткені мынада да бар, мына жерде де бар. Мынада да бар, мына жерде де бар. Сондықтан жауап өшір болады. Ал мынау -1 болғанда 10 дейді. -1 болғанда 10 жоғары жаққа кетеді. 4 болғанда өшір болады. 4 болғанда 2,5. Так, 2,5 өшір болады. Сонда жоғарыдан түсіп келеді дағаны. Y-тен 17 бөлінген 2 минус 3 бөлінген 2 x-тен функцияның графигі. Екеуінің қиылысқан жері 3 пен 4 болды. Демек жауабы А 3-те 4. Қиылысу нүктесі 3-те 4 болды жауабы. Болды. Яғни осылай болады жауап. Үшіншісі. Енді төртіншісін шарайық. 2x минус 3y тең 4 минус x плюс 1,5. Жоқ. Ананың төртіншісін жазып қойдым. Так. 5x азайту 4y тең 0.
2/5 азайту 2y тең 1. Осындай функция берілген. Енді мұнан біз барлығын 2-ге көбейте салайық, сонда бізде не пайда болады? 5x минус 4y тең 0. 2/5 2-ге көбейтсек 5x болады, 2-ні 2-ге көбейтсек 4y тең 2 болады. Демек, бұл жерде есепті шығармай жатып, k1 мен k2 тең болып тұр. Яғни мұна мен мұнау тең болып тұр. Олай болатын болса, бізде параллель, яғни екі түзу параллель, сондықтан бұл жерде жауабы жоқ. Екеуі параллель, яғни қиылыспайтын болса, онда олардың қиылысу нүктесі жоқ, қиылысу нүктесі жоқ болса, оның жауабы жоқ. Егер білгілерің келсе, мына функцияны бөлек, мына функцияны бөлек салып көріңдер, сол кезде параллель екенін көресіңдер. Сонымен есептің шығару жолы осындай. Егер есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.